Саламатсыздар ма, бірінші сынып оқушылары? Бүгін 95-ші сабақты орындайық. 95-ші сабақта да заттың санын білдіретін сөздерді оқитын боламыз. Өлеңді мәнерлеп оқы. 3 бала. Бір ауылда 3 бала. Олар құрдас 3 жаста. Бірақ олардың қылықтары 3 басқа. Біріншісі шыңқ етпе, тиіп кетсең жылайды. Екіншісі бір қыңыр, ақыл айтсаң тулайды. Үшіншісі елгезек, бәрімізге ұнайды. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде бір ауылдағы 3 құрдас балалар туралы айтылған, үшеуінің мінезі 3 түрлі екен, әртүрлі. Өлеңдегі балалар туралы өз ойыңды айт. Ол балалардың қылықтары әртүрлі. Біріншісі тиіп кетсең жылайтын бала, екіншісі бір қыңыр, қырсық, ал үшіншісі елгезек, бәрімізге ұнайды дейді. Яғни жатырқамайды, барлық адаммен тез тіл табысып кетеді. Бәріне ұнайды, сол бала. Жарайсыңдар, келесі тапсырманы орындайық. Екінші мақалды көркем жаз. Балалар, көрдіңдер ме, кітапта дәптерге қалай жазылатынын анық көрсеткен сендерге. Осылай асықпай, әдемлеп дәптерлеріңе көшіріп жазыңдар, жақсы ма? Нешінші сұрағына жауап беретін сөзді тап. Бірінші байлық, денсаулық. Нешінші? Бірінші. Яғни нешінші сұрағына жауап беретін сөз бірінші деген сөз екен. Жарайсыңдар. Келесі, үшінші жаттығу. Көп нүктенің орнына суреттерді қойып, сұрақтарға жауап бер. Ең алдымен балалар, суреттердегі қандай зат екенін табайық. Бірінші суреттегі асық, екінші суретте балапандар бар екен. Балалар, бірінші суреттегі асықтың саны нешеу? Санайық бірге. 1, 2, 3. Яғни 3 асық бар екен. Келесі, балапандар нешеу? 1, 2, 3, 4. 4 балапан бар екен. Ең соңғысы бұл тоты құс. Яғни әртүрлі түстегі құс, торда ұстайтын. Жарайсыңдар. Енді мағжанда қанша асық бар балалар? Мағжанда 3 асық бар екен. Келесі, тауықтың неше балапаны бар? Тауықтың 4 балапаны бар. Торда неше тоты құс отыр? Торда 1 тоты құс отыр екен. Жарайсыңдар балалар. Мен сендерге сөйлемді анық көрсеттім, мына жерде жазып. Сандарды бөлек түспен және де жаңағы тапқан суреттегі заттарымызды, асық, балапан, тоты құсты бөлек көрсеттім. Сендер бірақ дәптерлеріңе бір түсті қаламсаппен жазыңдар, жақсы ма балалар? Жарайсыңдар, сау болыңдар.